Қазір мен экранмен бөлісетін боламыз. Ойынымызды келген жерінен жалғастырамыз. Сіздерге сабақ түсінікті болып жатыр ма? Аудиоларыңызды қосып айта беріңіздер, өзіміз қалып. Чатқа жазсаңыздар да болады. Чатқа бірдеңе жазып, оқи бересіз ба, мен көре алмаймын. Іңкәр плюс жіберген бізге. Ол түсініп жатар деген ойдамыз онда. Ал ендеше ойынымызды бастайық. Жалғастырайық. Жалғастырайық. Біз осы жерге келдік. Түрлі жауаптар болды. Біреу 3-ті береді. Мен жауап қандай болады? Жауаптарыңызды чатқа жазуды сұранамын. Қайтадан жауаптарыңызды чатқа жазасыздар ма? Барлығы 3 деп жатыр. 3 десе, онда көрейік. Бізде барлық жауап дұрыс. Себебі оның жүктелуі бойынша осы барлық жауаптар дұрыс болып табылады. Біз сіздерге слайдты жібереді, сол жақта қайтадан көріп, қарап, түсініп алсаңыздар болады. Онда ары қарай келесі сұраққа кеттік. Төмендегілердің ішінен техногендік сипаттағы төтенше жағдайдың жүктелулерін таңдаңыз дейді. Айтады біріншісі, салдарының ауырлығы бойынша, шығу табиғаты бойынша және ауқымы бойынша дейді. Ал екіншісінде айтады, таралу ауқымы бойынша екен, көмей айтып кешіріңіздер, екіншісінде айтады, ағын жылдамдығы бойынша, оқшаулау мүмкіндігі бойынша, салдарының ауырлығы бойынша дейді. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыздар? Сол жауапты чатқа жазылады. Егер бір болатын болса, бір, екі болатын болса, екі деп. Бір дегеніміз ол біздің салдарының ауырлығы бойынша, шығу табиғаты бойынша, таралу ауқымы бойынша. Екі дегеніміз барлығы бірді белгілеп жатыр, Аяжан. Көрейік. Бір деп жатыр барлығы. Дұрыс. Өте дұрыс айтасыздар. Түсінікті болғанына қуаныштымын. Ары қарай жалғастырайық. Дұрыс жауапты таңдаңыз. Төтенше жағдай таралу ауқымы бойынша біріншісі объектілік жергілікті аймақтық жаһандық болып бөлінеді. Не болмаса екіншісі шағын ірі ауқымды болып бөлінеді. Қайсысы жауапты дұрыс деп ойлайсыз, сол жауапты чатқа жазыңыз. Бізге ең алдымен Күнсұлу жазды, ол бір деп ойлайды екен. Қазір бір деп ойлайды. Бір деп бәрі ойлап жатыр. Жауаптарыңызды жазудан қорықпаңыздар, өз ойларыңызды айтудан қорықпаңыздар. Мұнда кеттік. Жауабын бірге білейік. Дұрыс. Бірінші жауап дұрыс. Барлықтарыңыз жарайсыздар. Сабақты түсінгендеріңізге өте қуаныштымын. Ары қарай кеттік. Бірыңғай құтқару қызметінің телефон нөмірі. Біз бұны кім біледі? Бұл әлі сабақта айтылмады, бірақтан енді айтылатын болады. 910 дейді, 104 дейді, 112 дейді. Релагөл 3 деді бізде. Күнсұлу да 3 деп жатыр, Зухра да 3, бір ауызбен 3 барлығы. 3 болса, жауабын көрейік. Дұрыс айтасыздар, 3. 104 деген газ, 910 деген Америкалық филиалдарда көп кездеседі, ол құтқару қызметінің нөмірі болып табылады. Осымен біздің ойынымыз бітті. Экранды жауып салайын. Сіздердің микрофондарыңызды өшірулеріңізді сұранамын. Себебі егер артық нәрсе болатын болса, микрофондарыңызды қоспаған жөн. Бізде осымен бірінші сайт бойынша ойынды ойнадық. Ары қарай жалғастыратын болсақ, ол бізде шұғыл шақыру телефондары. Егер сіз бірыңғай құтқару қызметін қаласаңыз, яғни оның көмегі керек болатын болса, сіз 112-ге хабарласасыз. Бірыңғай құтқару қызметі ол сізде интернет жоқ жерде, яғни сеть ұстамайтын жерлерде және тегін жұмыс істейді. Екінші ол бізде өрт қызметінің көмегі керек болатын болса 102-ге, полиция керек болатын болса, өрт қызметі керек болса 101-ге, кешірім өтінемін, полиция керек болатын болса 102-ге, жедел медициналық көмек қызмет
қызметіне жүрмейтін болсаңыз 103-ке, және газ қызметі керек болатын болса 104-ке хабарласуыңызды сұранамын. Және шұғыл нөмірлер бойынша көмек сұраған кезде нақты келесі заттарды хабарлау керек. Сіздің атыңыз, сіздің шақыру себебіңіз және оқиғаның нақты өткен жайы. Егер сіз мектепте болатын болсаңыз, қай мектепте оқисыз, соны айту керек. Және одан бөлек диспетчердің өзінің сұрақтары болуы мүмкін, солардың бәріне жауап беруіңізді сұранамыз. Болды, осымен біздің бірінші модуль бойынша сабағымыз бітті. Бәрі түсінікті болатын болса, плюстеріңізді қалдырып, не болмаса басылы қосып айтып, микрофонды қосып айтуларыңызды сұранамын. Сіздердің түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, қысылмай чатқа жаза берсеңіздер болады. Зухра түсінікті, плюс жіберді бізге. Рила жазды, рахмет түсінікті деп. Рахмет, сіздерге де келіп. Енді олай болатын болса, екінші слайд бойынша, екінші презентация бойынша сабағымызды бастайық. Бұл бізде кішкентай, бір 15-20 минуттың арасында бітіп қаламыз деген ойдамын. Кешірім өтінемін, басынан бастамапты, артқа қайту керек. Міне, сөзімді өзімнің әріптесім Гүлбануға беремін. Біз жаңа барлығымыз білдік төтенше жағдайдың не екенін, және де мен қазір сіздерге, егер де сіздер осы төтенше жағдай аймағына тап болсаңыз, не істеу қажеттігін барлығын айтып беретін боламыз. Бізде бүгінгі слайдтың тақырыбы, егер сен төтенше жағдай аймағына тап болсаң, не істей аласың? Ал енді мен өз сабағымды бастаймын. Келесі слайд. Мен сіздерге жаңа айтып кеткен болатын төтенше жағдайдың не екенін біздер, ал және де сіздер мына сұраққа жауап берсеңіздер, өтінем, әрқайсымыз үшін төтенше жағдай дегеніміз не? Сіздер қалай түсінесіздер? Өздеріңіздің жауаптарыңызды чатқа жазып кетсеңіздер. Өтінемін. Төтенше жағдай деген сіздерге не? Бұл Рилagul үшін апат, иә, әрине. Бұл апатқа да жатады, төтенше жағдай, дұрыс айтасыздар. Және де, дұрыс айтасыздар. Бұл қандай да бір апат, яғни айтқанда белгілі бір жағдайда болып жатқан апаттардың оқиғаларының түрлері. Мен қазір сіздерге, егер де сіздер осындай төтенше жағдай апаттарға тап болсаңыздар, не істеу қажеттігін айтып беретін боламын. Ең алдымен, бұл жерде ең басты біздің білетініміз, яғни айтқанда, сенің денсаулығың мен тіпті өзіңді қалай сенің ұстайтыныңа байланысты қауіпті жағдай, төтенше жағдай дегеніміз. Сенің денсаулығың үшін сен не істей аласың деген секілді. Төтенше жағдайлар табиғи жер сілкінісі, су тасқыны, сондай қатты аяз, аптап ыстық, дауыл, жаңа техногендікке, өрт, қауіпті түтін, өндірістік шығарындылар, ал экологиялық да болуы мүмкін. Және де осы факторлардың үйлесуінен туындауды біз төтенше жағдай деп атаймыз. Әр жағдайда әртүрлі әрекет ету керек, және сен қалай әрекет ету керек екеніңді білуің керек. Яғни айтқанда, жаңа айтып кеткенде төтенше жағдайлардың бөлінеді әртүрлі жағдайларға. Және де сіздер сол кездерде не істеуге болатынын білулеріңіз қажет болады. Және де, төтенше жағдайды түсіндік не екенін, және де егер де сіздер төтенше жағдайда болып қалатын болсаңыздар, басқаларға көмектесу және де құтқару үшін не істей аласың? Ең алдымен төтенше жағдайдан сіз өзіңізді алып шығуыңыз керек болады, және де сіздер басқаларға қалай көмек бере аласыздар? Осы сұрақ. Осы сұраққа кішігірім айтып кетсеңіздер, егер де сіздер төтенше жағдайға түсіп қалатын болсаңыздар, басқаларға қалай көмек бере аласыздар? Өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып кетсеңіздер чатқа. Яғни айтқанда, сіз төтенше жағдайға түсіп қалдыңыз, өзіңіздің достарыңызбен және де сіздер сол адамға құтқару үшін не істей аласыздар? Яғни қандай әрекет жасайсыздар? Өздеріңіздің жауаптарыңыз чатқа немесе аудиоларыңызды қосып, микрофондарыңызды қосып айтсаңыздар да болады. Жақсы. Егер де білмейтін болсаңыздар, мен сіздерге қазір осы төтенше жағдайдың
кезінде не істеу қажеттігін және де басқаларға қалай көмек беретіндеріңізді туралы айтып беремін. Біз бұны 5 топқа жіктесек болады. Ең біріншісі іс-қимыл жоспарын алдын ала біліп, оны орында. Яғни айтқанда, егер де сіз белгілі бір төтенше жағдайға түсіп қалатын болсаңыз, сол төтенше жағдайда алды-артыңызға қарамай жүгірудің орнына іс-қимыл жоспарын орындауыңыз керек. Егер де мен осы жерге баратын болсам, мына жерден терезе арқылы шығып кете аламын деген секілді жоспарларыңызды құрып, дайындалып тұруларыңыз керек. Екіншісі, сабырлық сақтау қажет. Ешқандай паника керек болмайды бұндай жерде де. Сабырлық сақтап, ақылмен ойланып жоспарлар құруыңыз қажет. Үшіншісі, үйде отбасының қауіпсіздік жоспарына сәйкес әрекет ет. Кәсіби құтқарушылар шақыра біл. Ең алдымен мен сіздерге айтарым, егер де сіз төтенше жағдайға түсіп қалатын болсаңыз, жаңағы біз айтып кеткенде құтқарушыларды соғуларыңыз қажет. Егер де сіз құтқарушылардың көмегінсіз өзім-ақ шыға аламын десеңіз, қателесесіз. Керісінше құтқарушыларға ең алдымен соғып, соларды шақыра білуіңіз қажет. Және де отбасыңның қауіпсіздік жоспарына сәйкес әрекет ет. Яғни айтқанда, сенің әкең, анаң не істеп жатыр? Яғни айтқанда, олардың артынан бірге ақылдасып отырып, жоспармен бірге шығуларыңыз қажет. Егер де сіздер өздеріңіздің ата-аналарыңызға бағынбай, өздеріңіздің беттеріңізден мен осылай білемін, осы терезе арқылы мен шығып кететін болсам, егер де үйде болып жататын болсам, мен терезе арқылы шығып кететін болсам, өте жақсы болады деп қате шешім қабылдамаңыздар. Әрқашан ата-аналарыңызбен бірге болыңыздар, үйде болатын болса. Содан кейінгі төртіншісі, мектепте мұғалімнің сөзін тыңда. Егер де сіз ата-аналарыңызбен бірге жүретін болсаңыз, ата-аналарыңыздың айтқанын тыңдап, солардың қауіпсіздік жоспарына сәйкес әрекет етуіңіз қажет. Яғни айтқанда, сол жоспарды құрып, сол құрылған жоспарға сәйкес әрекет етуіңіз керек. Ал төртіншісі, мектепте егер де төтенше жағдай орын алатын болса, мұғалімнің сөзін тыңдауыңыз қажет. Ешқандай да басқа да өздеріңіздің сыныптастарыңыздан аулақ кетпей, мен осы жерден мектептің мына шетін жақсы білемін, осы жермен шықсам жақсы болады, сол кезде маған ешқандай зиян келтіреді деген ойдан аулақ болыңыз. Әрқашанда мұғаліміңіз не дейді, соны тыңдауларыңыз қажет. Бесіншісі, мамандарға басқаларды құтқаруға, олардың талаптарын орындауға кедергі жасамаңыз. Жаңа айтып кеткенде, құтқарушыларды сіздер шақырдыңыздар, бірақ та мысалға мектепте алайық, сіздер мектепте боласыздар ғой мысалға. Яғни құтқарушылар келді мектепке, бірақ та сіздің ішіңізде, сол мектептің ішінде достарыңыз қалып қойды. Ал сіз сол достарыңызды құтқару үшін төтенше жағдай болып жатқан мектептің ішіне кіру қатер болып табылады. Ең алдымен сіздер өздеріңіздің денсаулықтарыңызды құртасыздар. Екіншіден, құтқарушыларға кедергі жасайсыздар. Және де үшіншіден, сіздердің достарыңызды құтқарам деген ниетпен басқа да адамдар дұрыс түсінбей, сіздің артыңыздан бізде құтқарамыз деген секілді арттарыңыздан еріп мектептің ішіне кіріп кетулеріңіз мүмкін. Міне жаңа айтқан сұраққа жауап. Айтқанда, сіздер басқаларды құтқару үшін осы нәрселерді жасауларыңыз қажет. Егер де төтенше жағдай мектепте аяқ асты орын алса, мен жаңа мектепте не істеу қажеттігін айтып кеткен болатын, бірақ та қазір сіздерге тағы да толықтырып айтып беретін боламын. Ең біріншісі, егер де мектепте төтенше жағдай орын алатын болса, қорқынышты болса да сабырлы болу өте маңызды. Үйде болсын, қандай жағдайда болсын, төтенше жағдайға тап болсаңыз, ешқандай паниканың ешқандай қажет болмайды. Тек қана сабыр сақтап білулеріңіз керек. Екіншіден, егер сен мектепте болсаң, мұғалім не істеу керектігін нақты біледі. Оның іс-қимыл жоспары бар. Жаңа айтып кеткенімдей, мұғалімнің айтқанын тыңдау. Сіздер міндетті. Мұғалім не істейді, не істеу қажеттігін айтады, барлығын жоспарына сәйкес мұғалім барлығын айтады, және де сіздер соны орындауға міндеттісіздер. Ешқандай мұғалімнің айтқанын тыңдамай басқа шетке кетіп қалу деген секілді болмауы қажет. Үшіншісі, сенің міндетің мұғалімге қарау, оны тыңдау және оның нұсқаларын орындау. Тағы да айтамын, яғни айтқанда, сіздер мектепте болатын болсаңыздар, мұғалімнің қасынан ілгері кетпеңіздер. Әрқашанда мұғаліммен бірге болыңыздар. Мұғалімнің айтқан жоспарын орындап, егер де ол сіздерге далаға шық десе, далаға шығып, тез-тезден баруларыңыз керек. Бұл жағдайда ең алдымен сіздер өздеріңіздің бастарыңызды құтқаруларыңыз керек. Екіншіден, мұғалімдің айтқанын тыңдауларыңыз қажет болады. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Мен қазір енді өз сөзімді Айжанға беремін. Қарай жалғастырайық. Кез болсақ, өзімізге жақсы. Дұрыс. Және төтенше жағдай болған кезде эвакуация керек болатын кезде болады. Эвакуация дегеніміз ол бір
қорқынышты, яғни бір жерден екінші жерге көшіру. Мысалы, апат болып жатқан жерден апат болмай жатқан жерге көшіру. Мысалы, өрт кезінде мұны тез, бірақ тыныш жасау керек. Жүгіруге, итеруге, дүрбелең жасауға болмайды. Себебі сіз жүгірсеңіз, итерсеңіз, дүрбелең жасасаңыз, бір адам итеріп кетуіңіз мүмкін, артындағы адам келіп оны басып таптап ол адамның шығынына әкеліп қалуы мүмкін. Әр адам күшті және батыл бола алады. Сенің күшің мен батылдығың бұл сенің әлсіз немесе дүрбелеңді жеңе алмайтындарға көмектесу. Қолынан ұстаңыз, бәрінің артынан еруді ақырын сұраңыз. Сонымен қатар барлық сыныптастарының шыққанына көз жеткізіңіз. Егер біреудің жоқ екенін байқасаңыз, батыр болып кетіп, оны құтқаруға өзіңіз бармаңыз, мұғалімге айтыңыз. Досыңызды іздеуге жүгініңіз. Не болмаса досыңыздың іште қалып кеткенін көріп, оны айтпай да қоймаңыз. Себебі сіз бір адамның өмірін құтқаруда, сіздің қолыңызда бір адамның өмірі тұр деп есептеңіз. Ары қарай кеттік. Егер тура төтенше жағдай үйде болатын болса, не істеу керек? Егер сіз үйде бір өзіңіз ғана болатын болсаңыз, сіз өзіңізді ересек деп санауыңыз керек. Себебі сіз үйдегі ең үлкен адамсыз және сіз ересексіз. Сол үшін сіз отбасының қауіпсіздік жоспарын білуіңіз керек, сақтауыңыз керек. Өзіңіздің қарындасыңыз, ініңіз, сіңлілеріңіз болатын болса, олардың барлықтарына сенімділіктерін арттыруыңыз керек. Және ол жақтан тез шығып құтылып кеткендеріңіз өздеріңізге жақсы. Ары қарай кеттік. Өрт кезінде сен терезелерді ашпайсың. Оның орнына тез арада көшеге шығып, өрт сөндірушілерді шақырасың. Не үшін терезені ашуға болмайды? Себебі ашық өрт болып жатыр. Егер сіз терезені ашатын болсаңыз, өрт одан самай шығады. Үлкен өрт одан самай көп өртке алып келеді. Сол үшін терезені мүлдем ашпаңыз. Егер түтін көп болатын болса, еңкейіп матаны сулап бетіңізді жауып, мүмкіндігінше тез сыртқа шығыңыз. Өртеніп жатқан үйге ешқашан қайта оралмаңыз. Егер өрттің салдарынан шығу мүмкін болмаса, сен түпкі бөлмеге, яғни стена бар ғой, қабырғалардың астына, яғни мықты мүмкін жерлерге тығылуға тырысыңыз. Себебі ол сізді қорғайды. Және мына ретте көрсетіліп тұр, не істеуге болмайтынын. Бірінші айтады, өртеніп жатқан электр жабдықтарға су құймаңыз дейді. Екінші, терезені ашпаңыз дейді. Өрт кезінде тығылмаңыз және лифтті пайдалануға болмайды дейді. Бұның барлығы жасауға болмайды және жасамаңыз. Ары қарай кеттік. Егер қатты жер сілкінісі қаупі кезінде сіз бірінші қабатта өмір сүретін болсаңыз, бірінші дауылдар, яғни бірінші дүмпулер басылғаннан кейін сразу, яғни бірден үйден шығып кетіңіз. Ал егер сіз екінші не болмаса, одан да жоғарғы қабаттарда тұратын болсаңыз, үйден шықпаңыз. Және де ешқашан терезеден секірмеңіз. Міне айтады, сіріңкелерді, оттықтарды пайдаланбаңыз. Жер сілкінісі кезінде газдың шығуы мүмкін және ашық от өртке әкеледі. Яғни өрт жер сілкініп жатыр, газ шығады, сіз өртті жағып қалдыңыз, одан соң өрт болады. Жер сілкінісінің ішінде тағы бір проблема келіп, өрт басталып кетеді. Міне айтады, не істеу көптен белгіленген суреттер, бұл бізде не істеуге болатыны қызылмен белгіленген суреттер тыйым салынатын заттар. Мысалы айтады, ғимараттан тез арада шығыңыз. Сіздің құзырыңызда, яғни сіздің иелігіңізде 15-20 секунд бар. Егер сіз бірінші этажда тұратын болсаңыз. Екінші және одан да жоғарғы қабаттарда кіре беріс есігінің астына тұру, терезелерден алшақтау және ірі қабырғалардың бұрыштарына өмір етеді. Себебі ірі қабырғалар жер сілкінісі болған кезде де құлап кетпейді. Қабырғалардан, дарбазалардан, бағаналардан алшақ болыңыз. Ғимараттарға кірмеңіз. Себебі жер сілкінісі қайтадан басталуы мүмкін. Және жер сілкінісі болған жерден алыс жүріңіз. Себебі жер сілкінісі болған кезде не болады? Әрине ғимаратта құлайды. Егер ғимаратта құлайтын болсаңыз, сіз оған жақын болатын болсаңыз, сіз сол менің астында қалып қалу мүмкіндігі ықтималдығы жоғары. Жақын болғандарға алғашқы көмек көрсетіңіз. Алғашқы көмек көрсету де өте маңызды пункттердің бірі болып табылады. Тыйым салынады лифтті пайдалануға, терезеден секіруге және сіріңкелерді пайдалануға. Міне, осымен біттік. Сіздерге тағы да қайталап өтейін. Шұғыл шақырту телефондары 112 бірыңғай құтқару қызметі. Оған сіз желісіз және де интернет желісіз және тегін. Яғни сізде ол үшін телефоныңызда қаражат болуы да керек емес. Сізде желі ұстайтын, яғни шет ұстайтын жерде де болмасаңыз да ол оны көзете аласыз. 101 өрт қызметі, 102 полиция, 103 жедел медициналық көмек, 104 газ қызметі. Бұл нөмірлердің барлығына хабарласқан кезіңізде сіз екі нәрсе айтасыз. Сіз бірінші 3 маңызды нәрсе айтасыз, ол өзіңіздің аты-жөніңіз,
себебіңіз және оқиғаның нақты мекен-жайы. Егер сіз мектепте оқылатын болсаңыз, қай мектепте оқисыз, мектептің мекен-жайы керек. Және одан бөлек сіз диспетчердің сұрақтарына жауап беруіңіз керек. Осымен болды. Мен қазір сіздерге енді үй жұмысын беріп кететін болсам, үй жұмысына сіздер өздеріңіздің мектептерінде 5-ші және де 10-ші класстар сынып арасында осы бесеев жобасының презентациясын жүргізулеріңіз қажет болады. Және де бұл жерде сіздерде тек қана 5-ші, 10-ші сыныптарға жүргізулеріңіз керек болады осы үй жұмысы. Сіздерге бүгінгі слайд түсінікті болды деген ойдамыз. Ал егер де сіздер түсінбеген жерлеріңіз болса, дәл қазір чатқа немесе аудиоламаны қосып сұрасаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарыңызды. Және барлықтарыңызға рахмет. Мен записьті өшіре берейін. Егер сұрақ болатын болса, сұраңыздар, қысылмаңыздар. Иә. Записьті өшірейін.